Қане бәріміз әдемі болып тұрып, сабағымызға дайындаламыз. Дайынбыз ба? Қане, өлеңімізді айтып жіберейік бәріміз бірге. Сыныбымыз тап-таза, ортадайын тақтада, ойымызды жинақтап, отырайық партаға. Қане балалар, әп-әдемі болып партаға. Балалар енді өткенге шолу мақсатында қазір мен сіздерге сөйлемдер айтамын Алина. Егер менің айтылған пікірлерім ақиқат болатын болса, қолымызды бір шапалақтаймыз, ал егер де жалған болатын болса, қолымызды осылай айқастырып қоямыз. Түсінікті ме балалар қатысуға? Жақсы. Ал дайынбыз кетті. Сөз дыбыстардан құралады. Бұның үш түрі бар. Қане айтып жіберейік бұның үш түрін. Бұның. Ашық, тұйық және бүкең. Қазақ тілінде дауысты дыбыстар үшке бөлінеді. Нешеге бөлінеді дейді балалар? Екіге. Қандай? Дуар және жіңішке. Жақсы түсіре қойыңдар. Енді бір пікір айтып жіберейін сіздерге. А дыбысы жіңішке дауысты дыбыс. Дұрыс емес, жалған. Жақсы. Қолдарын түсіре қойыңдар. Балалар, біз бүгінгі сабағымызда дәптердің 23-ші бетін ашамыз. Ашық па бәріңізде? Көркем жазуда қандай әріптер бұл жерде балалар? Ө әріпі. Қане айтайықшы, еске түсірейік. Ө қандай дыбыс? Кім айтады? Ө қандай дыбыс? Айтады. Ө дыбысты сөздер ойлайықшы балалар. Өрмекші. Өзен. Алдияр. Өрік. Қолымызды көтеріп. Қаусар. Жақсы. Өрік нейсіз ба? Өрік деп айтып. Саян? Өзім. Жақсы балалар. Балалар, қазір мен сіздерге өдірістен басталатын сөздер айтамын. Сізге сол сөздерге буындық талдау жасаймыз. Алдарында сигналдық белгілер бар. Әр буынның түріне сәйкес соны көтереміз. Жарай ма балалар? Өзен. Буынға бөлеміз. Кеттік балалар. Өзен. Көрсетеміз қане. Сигналды белгілерді көрсетеміз. Тұрсақ. Қызыл шпышты көрсетеміз. Ерсұлтан. Түсіреміз. Зен. Қандай буын? Бүтеу буын. Тұрсақ. Жасыл дөңгелекті шатасып кетіп жатырмыз кейбір балалар. Жақсы түсіре қой. Өмір. Ашық буын. Тұрсақ. Қызыл белгіні көрсетеміз. Алдияр. Сен қызыл белгің қайда? Жақсы. Каусар шатысып кеттің. Енді белгімен қараймыз маған. Мір. Қандай буын? Бүтеу буын. Жасыл дөңгелекті көрсетеміз, иә? Шатаспаймыз балалар. Кеттік. Енді өтірік деген бір сөз бар балалар, иә? Сол сөзге буындық талдау жасайық. Қандай буын? Ашық буын. Дәурен бақытқа шатасып кеттік. Сезім шатасып жатыр. Дұрыс. Қандай буын балалар? Ашық буын шатасып жатыр. Санжар. Алдияр. Рік. Қандай буын? Бүтеу. Дұрыс. Дөңгелекті көрсетеміз. Жақсы. Стоп. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында мен сіздерге қазір із кесу деген ойынын атқалы отырмын. Міне бізде еденде іздердің суреті жатыр, көріп тұрсыңдар ма балалар? Сол іздер арқылы барып жасырылған сұрақтарға жауап береміз. Дайынбыз ба? Тағын шыққысы келеді. Бірінші сезім бастай ғой. Бір ізбен өзіңе ұнаған, бір ізбе барады. Ана жақтан бастай ғой. Өзің жүріп барады. Алып келе ғой мұнда. Мен оқып берем, иә? Әкеле ғой. Келе ғой. Сіз мына жерге тұр. Буынның ережесін айт. Буын дегеніміз не? Айтып берші балаларға. Санжар. Буынның ережесін айтады. Сөзде қанша дауысты дыбыс? Өте жақсы. Балалар қабылдаймыз ба? Жақсы, өте жақсы жауап берді. Келе ғой, бізге ұнаған бір сөзбен жүре ғой. Әкеле ғой, мен оқып бере ғой. Дүние жүзіндегі ең дәмді алма қалай аталады? Апорт.
Достар, толық айт дүние жүзінде. Дүние жүзіндегі ең дәмді алма апорт. Апорт сөз буынға бөле ғой. Апорт. Буындық талдау жасай ғой. А қандай буын? Ашық. Порт. Порт. Бітеу. Дұрыс па балалар? Өте жақсы достар. Амина, сен келе ғой енді өзіңе жасалған жаба ғой. Амина, буынның неше түрі бар? 3 түрі бар. Достар, буынның толық жауап береміз. 3 түрі бар. Олар? Ашық, тұйық, бітеу. Бітеу буын. Дұрыс па балалар? Жақсы достар. Балалар, барлығымыз қазір үшінші жаттығуға қарайықшы кітапта. Таптыңдар ма? Бізге берілген буындар шашырап берілген, сол буындардан сөз құрау керек. Бұл тапсырманы топқа бөліп жасаймыз. Қазір 3 қатар 3 топқа бірге қойыңыздар. Келе қойыңдар, 3 қатар 3 топқа бірге қойыңыздар. Келіңіздер, бірге кәне 3 қатарға тапсырма беремін. Біргеміз. Сен әрекетті сен жүріп қараймыз. Біргеміз. Тапсырма түсінікті ғой, жаза қоямыз. Кәне алдарында ламинат қағаздар бар. Сол бойынша жұмыс жасаймыз. Жаза бер. Сесім жаза бер. Қара отырып, жаза береміз.